Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен алма салмасымен пісіретін тамаша үгітілмелі пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Осы каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, тағы да басқа жаңа видеоларды жібермей көріңіз. Ең алдымен пирогтың салмасын дайындаймыз. Алмалардың сыртын аршып, төртбұрышты қылып кесіп аламыз. Салмасына керек өнімдер: 600 грамм алма, 50 грамм қант, 20 грамм сары май, 10 грамм кукуруз крахмалы және 5 грамм корица. Еріген майдың үстіне туралған алманы саламыз. 50 грамм қант қосамыз. 5 грамм корицаны қосамыз. Жүгері салмасы 10 грамм. Барлығын жақсылап араластырамыз. Астын азайтып, сәл кішкене қуырамыз. Дайын болған алма салмасын бір ыдысқа алып, суытып қойып қоямыз. Енді үгітілген қамырды дайындаймыз. Електен өткізілген 400 грамм ұнға 10 грамм нан қоңсытқыш, 1 қап ванилин қосамыз. Араластырып аламыз. 200 грамм мұзды майды немесе маргаринді ірі үгіштен өткіземіз. Сары майды мезгіл ұнға батырып тұрыңыз. Ұстағанға ыңғайлы және үгіштен өткізу оңай болады. Ұн мен майды қолымызбен осылай ұнтақтаймыз. Екі дана жұмыртқаны саламыз. 60 грамм қант, 1 ас қасық салқын сүт құямыз. Шымшым тұз. Алдымен қасықпен бәрін бірге біріктіріп араластырып аламыз. Енді қолымызбен қамырды илейміз. Басында қамырды жинау қиын болады. Ол бірікпейді, құрғақ болып көрінеді. Бірақ сіздің қолыңыздың жылуымен сары май аздап ери бастайды және қамыр біріктіріледі. Біріккен қамырды салафанға салып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырдың 4-тен 1 бөлігін кесіп алып қоямыз. Бұл бөлік бізге пирогтың бетін әсемдеу үшін керек болады. Қамырымызды алып, басып, пергамент қағаздың үстіне диаметрі 35 см болатындай дөңгелетіп етіп жаямыз. Қамыр өте иілгіш, онымен жұмыс істеу өте оңай болады. Қамырдың қалыңдығы 4-5 мм етіп жаямыз. Пирогымыз әдемі болу үшін, ол дөңгелек болу үшін алдын ала шеңбер жасап аламыз. Мен осындай торттың формасын алып, ақырын із қалдырдым қамырға. Қатты баспаңыз, қатты бассаңыз қамырыңыз кесіліп кетеді. Шетінен пышақпен 1-2 см-ге дейін жолақтар кесеміз. Осы жолақтарды енді біз өреміз. Бір қамырды оңға, екінші қамырды оның үстінен аттаттырып солға қарай бүгеміз. Крест тәріздес бірінен соң бірін кезек-кезек бүгіп отырамыз. Барлық шеңберді осылай өріп аламыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасымен басып, осы видеороликтерімді басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз. Алдыда көптеген қызықты видеолар саламын. Қамырдың иілген жиектерін аздап басып, оларды түбіне дейін басып, соңында пирогтың дөңгелек негізін жасаймыз. Енді дайын алма салмасын саламыз. Бетін тегістеп, шетке қойып қоямыз. Ол бізге әлі керек, бұнымен жұмыс жасаймыз. 4-тен 1 бөлігін алып қойған қамырымызды пирогымыздың қамырымыздың қалыңдығындай етіп жаямыз. Оларды 1-2 см жолақтарға кесеміз. Енді осы жолақтарды пирогтың үстіне әсемдеп қоямыз. Мен осылай сетка тәріздес жасадым. Қалған қамырдан да пирогты әсемдеуге болады. Қалған қамырды осылай дөңгелетіп, бұрмалап, шетіне сақина сияқты қойып қойсаңыз болады.
Пирогтың бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Пешке қызып тұрған 180 градустағы 35-20 минутқа саламыз. Пирог суығаннан кейін бетіне қант ұнтағын жақсылап себіп аламыз. Міне, пирог дайын, жақсы пісіп шықты. Әдемі, тамаша, иісі керемет. Ванилин мен корицаның иісі мұрынды жарады. Алманың иісі өте ерекше, дәмі өте керемет. Осындай менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Осы видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Әрқашанда менімен бірге болыңыз. Сау болыңыз.